Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт өлшем бірлігінің үлесі. Сабақтың негізделген оқу мақсаты уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу. Сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы білімді еске түсіре қояйық балалар. 1 сағатта 60 минут, 1 ғасырда 100 жыл, 1 жылда 12 ай, 1 минутта 60 секунд, 1 тәулікте 24 сағат, 1 жылда 365 тәулік, немесе 366 тәулік. Ал есімізге түсіріп алсақ, енді жаңа сабағымызға көшейік. Кинометафора әдісі бойынша сабақты мұқият тыңдап отырайық. Мына бейне жазбаны мұқият тыңдап отырайық. Ай мектеп. Аға, қараңызшы. Басқа сағаттардың бәрінде 12-ге дейінгі сандар жазылған. Мұнда 24-ге дейінгі сандар жазылыпты. Дұрыс, Дана. Себебі бір тәулікте 24 сағат бар. Тәулік деген не? Мына сағаттың жартысы қара, жартысы ашық түспен берілгенін байқадың ба? Себебі тәулік дегеніміз бір күн мен бір түнді қосқандағы уақыт. Басқа сағаттар 3-ті көрсетсе, мына сағат 15:00 деп тұр. Себебі жаңа тәулік түнгі 12-ден, яғни 24-тен кейін басталады. Ал таң жаңа тәуліктің 6-шы сағатында атады. Сондықтан да күндізгі 12-ден кейінгі 1-ді 13, ал 2-ні 14 деп айтуға болады. Басқа сағаттарда 2 тіл болса, мына сағатта 3 тіл бар екен, және онысы өте тез жүреді. Дана, мұның бәрі уақытты өлшеуге арналған. Мұнау өте тез айналып тұрған секундтық тіл. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Сағаттың бұл тілі 60 секундта бір айналым жасайды. Осы кезде минуттық тіл алға бір орын жылжиды. Себебі 60 секунд 1 минутты құрайды. Сағат бетіндегі көрші сандардың аралығында 5 минуттан бар. Минуттық тіл 12-ден шығып, 12-ге қайта келгенде 60 минут өтеді. Ал 60 минут 1 сағатқа тең. Бір тәулікте сағаттық тіл осы сандарды 2 рет айналып өтеді. Ең үлкен уақыт өлшем бірлігі тәулік пе? Жоқ. Тәуліктен үлкен уақыт өлшемі апта. Бір аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкен өлшем ай. Бір айда 30-31 күннен болады. Тек қана ақпан айында әдетте 28 күн болады да, 4 жылда бір рет 29 күн болады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл. Бір жылда 12 ай, 365 немесе 366 тәулік бар. Ақпан айы 29 күннен тұратын 366 күндік жылды кібісе деп атайды. Жылдан үлкен уақыт өлшем бірлігі жоқ шығар? Бар, әрбір 12 жыл бір мүшел деп аталады. Себебі 12 жылдан кейін жылдар қайталанады. Мен білетін уақыт өлшем бірлігінің ең үлкені ғасыр. Бір ғасырда 100 жыл бар. Мәссаған, 2 ғасыр ешкім өмір сүрмейді. Онымен кім уақыт өлшейді? Бұл өлшем ғылым үшін маңызды. Біз қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сонда 21 жылдан бұрын уақыт болмағаны ма? Болған, бірақ оны мұғалімнен сұрап білейік.
Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті ме? Ендеше, мына кестені есімізге сақтайық. Жақсы балалар. Енді тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: 1 жыл, 1 тәулік, 1 сағат, 1 минуттың жартысы, ширегі, 3-тен 1 бөлігі қаншаға тең екенін жаз. Ал осы тапсырманы орындай қояйық балалар. Ал орындап болсаңыздар балалар, өздеріңіздің жасаған жұмыстарыңызды мына экрандағы жауаппен тексере қойыңыздар. Өте дұрыс балалар. Бұл тапсырманы орындау мақсатында сіздер уақыт өлшем бірліктерін анықтадыңыздар. Жыл, тәулік, сағат, минуттың жартысы, ширегі, 3-тен 1 бөлігі қаншаға тең екенін таптыңыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық балалар. Бос орынды толтыр. Ал жаңа кестені есімізге түсіре отырып, тапсырманы орындай қояйық балалар. Жарайсыңдар балалар. Ендеше жұмыстарыңызды экрандағы тапсырманың жауабымен салыстыра қояйық. Жақсы балалар. Сіздер де бұл тапсырманы орындауда уақыт өлшем бірліктерін анықтап, бос орынды толтырдыңыздар. Және есептерді шығаруды және уақыт бірліктерінің үлесін есептеуді білдіңіздер. Жауаптарыңыз дұрыс болды ма балалар экрандағымен? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, мәтінді есепке назар аударайық. Ойланып жауап береміз. Атам ауылында айтыс кешкі сағат 6-дан түн ортасына дейін, немесе тәуліктің 4-тен 1 бөлігіне созылуы мүмкін екендігін айтты. Бұл неше сағат? Қане балалар, ойланып жауап береміз. Болсаңыздар, экрандағы жауаппен тексере қояйық. Дұрыс екен балалар. Жауабы 6 сағат. Өте жақсы балалар. Енді үйге тапсырмала қояйық. Уақыт өлшем бірліктерінің кестесін қайталаймыз. Номері 11-ші тапсырма: өрнектерді жаз және есепте. Енді балаларымна, сіздерге алдарыңыздағы кері байланыс парағынан байқап отырғанымдай, сіздер сабақты барлығыңызда өте жақсы түсінгендеріңізді көріп тұрмын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.